түні бойы ұйықтай алмадым ше. Неме нанның қиқымның бәрі нені ау? Кішкенде балақ ұқсап. Нанды не шашыратып жегесің ба немене бәлесің сен? Бәлде жеген мен байқамай шашып кеткен жері мен әдейі істемеймін ғой. Жас бала сияқтысында бетіңе айтсам ренжисің да дастарханға алып жесең болады. Нараға келіп жеу керек па нанды? Қойшы айналайын сен де бір. Неменеге осырып жатсың мына жерде төсекте, а? Мен туалетке келем ба, өзі төсекке жатуға келем ба? Шайнараға полный жүрек боқты аттап былай. Сас қосып осырақ дейді, шығақ. Қойшы мейді ашып жібердің ғой, не болды саған? Шығып кетті байқамай мен әдейі осырам ба, я қойшы? Өзің осырмайтын алмысыз. Немене беймазаланып кеттің, барса бір сериалыңды көрсей бар, әшінде осындай вақыт сериал көріп отыратын ғой. Көрмеймін ешқандай сериал, қандай сериал, адамы шаршап жатса түні бойы ұйықтай алмадым. Ана екі балаға қарап. Жатар мен бір-екі сағат ұйықтап алайын. Жаңа ғана айттым ғой саған. Тағы да састып жатсың ба? Бұл жол мен емес. Еркекше точно мен емес деймін саған. Отвечаю мен емес. Өзің түкі оны. Ұйықтаймыз болды, қойшы. Эй, ассалаумағалейкум достар. Достар, лайктарыңызды басып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Есік алда қача бір қарды барып тазаласай бар, күректі алда. Балам, мамаңа жарың ашыма сенің өзі. Мама, тісім ауырып жатыр. Насыбай әкеп берейін ба папаңнан? Тісіңе саласың ба? Папаның насыбайын қалдырған жоқ мұжы, сала беріп, мама, тісім қоймай жатыр. Жылу керек болып жатыр, бұны болмай жатыр. Қатты ауырып барады ма? Жүр, мен саған бір тәсіл бар, мощный тәсіл бар. Қандай тәсіл қолдайын деп отыр тағы да? Бір сәт қана дейді болды. Дайын бол, кет. Тебем, нес, басқа тәсіл жоқ па? Не істемасын, бейшараның түсін жылайын деп атсың ба есікпен? Барса бір тісемханасы ашылған ғой, хан орталығы деген арзан бағада ауыртпайды. Араласпас біздің тірлікке, кәне ақша оған, ақша керек оған хан орталығына бару үшін. Бір ауыз сұрасаң беретін ем ақша, баламның тісі ауырып жатыр десе беретін ем ғой. Берсең әкел онда, кетіп жүр балам, кейін тісемханасына барамыз. Бош дейсіз, аяғын қақтың ба? Мына жер әдемі екен ғой, бәрі бар екен ғой, аптека, процедурная. Саламатсыздар, хан орталығына қош келдіңіздер. Саламатсыз ба, иә. Мына балам тісін емдеу келеді, сұқтап кетті, тәтті-бәтті жей беріп. Мына жаққа кіретін бе, қай жаққа кіретін ек, кім жағай? Жүр, осында кір. Мама күшті ғой мына жер, рахат екен ғой. Айттым ғой саған, уайымдап кеттің сен, ойбай анау деп. Эй, ассалаумағалейкум достар. Достар, лайктарыңызды басып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Ей бала, апайың маған неғып қайта звондап жатыр? Бірдеңе бүлдірген жоқсың осы сен? Білмедім папа неғып звондап жатқанын, ештеңе бүлдірген жоқпын, сізге қырындап жатқан шығар. Мен саған лоққа ұқсап тұрмын ба? Менің түрім лоққа ұқсап тұр ма? Жоқ, түріңіз лоққа ұқсап тұрған жоқ. Мендей тәртіпті бала не білдіреді дейсіз? Өтіріңді судыратып айта берме. Айтса şimdi қазір мамаңның шақырма секір бұрады ғой, білесің ғой. Айтамайды, мама айтпаңызшы өтініш. Мектепте бір баламен төбелескем ғой. Төбелестім дейсің ба? Жеңдің ба? Я да жеңдім ғой папа. Менен 5 жас кішкентай ғой. Ай, жарайсың, молодец, красавчик. Видеоға түсірген та бір көретін жалбыз, ә? Соны видеоға түсіретін ешкім болмады ғой, папа. Неменеге түсірмедіңдер, мен ютубқа салатын ғой, ютубқа. Ой, бля, инстаграмға салатын ема хотя бы. Эй, ассалаумағалейкум достар. Достар, лайктарыңызды басып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Папа, маған төбелес үйретіңізші. Ертең өзімен жақсы бір баламен төбелесейін деп жатырмын да. Прием үйретіңізші. Мен саған сонда төбелес үйретуің керек па? Өз-өзін қалай қорғау керек екенін үйретуің керек қой, а? Я, өз-өзін қорғау типа того, я. Онда былай жасаймыз балам. Бірінші сабақ. Тұр нараға. Шешең біліп қоймасын. Қайтем, қалай? Бүйтіп па? Тұра берсе солай болды ғой. Бірінші сабақ онда кеттік. Ударды ұстап ал. Негіз мен қалай қорғану керек екенін үйретіп жатқанмын, қатын. Әдейі істеген жоқпын, қатын. Қойшы, керегі жоқ, қатын. Эй, ассалаумағалейкум достар. Достар, лайктарыңызды басып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Ой, минут біткен екен ғой, неғып звондай алмай жатырмын десем. Телефоныңды бере тұрасың ба, жаным? Тиштік па, жайша ма? Ужас қатын деген кім ол? Ужас па не соншалықты? Қайтесің танысы біреу ғой. Звондап көрек, я. Ужас шығар дауысы да. Не алмақшын звондап? Неменеге алдың телефонды? Звондап қош, әке бер. Маған біреу звондап отыр дейін. Қазір білмеймін. Көтек, мені сақтап қойғасын ба сен, ужас қатын деп? Нем барады десе, телефонды беріп, нем барады десе, ужас қатын ғой, мен сен қазір шешейін. Эй, ассалаумағалейкум достар. Достар, лайктарыңызды басып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Мамаң айтады ғой, ОБТ-дан тапсырамады баламыз, оқуға түсамайтын болды деп. Рас па? Я, әке, өкінішке орай. Красавчик, не аласың оқуды? Жұмысым бар. 2 диплом соғып жатыр, көріп жатсың ғой, әшейін жатыр сандықта, шаң-шаң болып. Сол ғой, папа, дұрыс айтасың. Ұялмайсың ба, неменеге оқымайсың деп, mesela адам сияқты анаң айтып жатыр ғой, неме тапсырамады деп, сонша 11 жыл оқыттым, мектепте сонша оқыған білім қайда? Мен айтпайсың ба, мен оқымағанмын, жүрмін ғой, сол ғой, жұмыссыз ары бері. Дұрыс, әке деген осындай болу керек. Бер тәрбиеңді, жақсылап бер, түсіндің ба?
Qancha adam tashqi sürüp жүрді далада. Оқымаған солар, оқса сөйтіп жүре ме көшеде, арба сүйреп, сумка сүйреп, а? Кетті ма? Жата бер тыңдап, кешке менен лично өзімнен Түркістан момодан суши, пицца, не керек барлығын түсіндің ба? Болды папа, бірақ Түркістан момо болсын жарай ма? Саған сендік біз. Саған қанша үміт арттық біз. Эй, ассалаумағалейкум достар. Достар, лайктарыңызды басып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз.